Біреулер үшін ол сүйікті актриса, екіншілер оны қызықты әнші ретінде біледі, үшінші біреулер оны тамаша жүргізуші деп санайды. Ал әлдекімге оның ұйымдастырушылық қабілеттері ұнайды, және сондықтан да оны Қазақстандағы ең дарынды продюсер ретінде жақсы көреді. Ал тағы біреу жай ғана әдемі және стильді әйелге қайран қалып, ұқсап бағуға тырысады. Бірақ бір нәрсе анық. Қазақстанда жөргектегі сәбиден басқасының барлығы оны біледі. Өйткені ол атақты жұлдыз Баян Есентаева. Сонымен Баян Есентаева кім? Не себептен оны мега жұлдыз деп атайды? Неге ол қаншама жылдардан бері үлкен танымалдыққа ие? Жалпы ол өзін-өзі кім деп санайды? Шындығында бұл қызықты сұрақ. Мен өзімді кім деп санайтыным туралы ойланбаймын. Бұл сындарлы амбициялар бар шығармашылық адам үшін қалыпты жағдай шығар бәлкім. Ең алғашқыда бала кезімде мен әртіс боламын деп ойлайтынмын. Театр, кино, әлде телевизия әртісіме маған бәрібір болатын. Жете мән берген емеспін. Жай әртіс атансам болғаны. Және арманым орындалды. Әуелі мен өзімді әншім деп мұрын шүйретін едім. Қазір бұл күлкілі көрінеді. Өйткені менің әншілік қабілетім төмен. Және бұны бірден түсіндім. Одан кейін өз күшімді кинода, содан соң телевизияда байқап көрдім. Менің әлеуетім мол екенін түсінетінмін. Өзімді ешқашан дарынсыз, ақымақ және басқалай санаған емеспін. Бойымда қабілеттерім бар екенін мен жақсы білдім. Мен адамдармен оңай тіл тапсып, сахнаға шығудан жасқанған емеспін. Менде қандай да бір қиындықтар, комплекстер болған емес. Әрқашан ән салып би билейтінмін. Міне сондықтан да 18 жасымда мен басты рөлге тағайындалғаныма еш таңғалғаным жоқ. Себебі мен бір кездері осылай болатынын білгенмін. Оның үстіне сыртқы келбетімге тартымды. Мен ақымақ емеспін ғой. Мен мұны жақсы түсініп, пайдаға асырған сәттерім де болды. Сондай-ақ мен әрқашан тереңнен ойланатын адам болдым. Жалпы тез жалығып кететін сәттер болады. Жұмыс істейсің, бір нәрсемен айналысасың, бірақ діттеген нәрсеңе жылдам қол жеткізесің. Бәлкім табиғи қабілеттерім шығар. Мүмкін ептілік болар, білмеймін. Бірақ бір жерде ұзақ жұмыс істеген емеспін. Тек жаңалықтар болмаса, аталған салада 7 жыл жұмыс істедім. Бұл маған керек болды. Журналист және редактор болып жұмыс істеу үшін маған көп үйрену қажеттігін мен өте жақсы түсіндім. Ақыр соңында, тура 7 жылдан кейін мен бұл мамандықты толықтай игергенімді білдім. Жаза білемін, микрофонмен жұмыс істей аламын, сұрақтар қоюды үйреніп, журналистиканың басқа да қыр-сырына қанық болдым. Бұл мамандықты игерудегі ең ұзақ сапарым еді. Сонда өз-өзіме, енді Баян, сен есейдің, өзіңнің авторлық бағдарламаңды ашуың керек дедім. Кәсіп негізін үйренбей, жеке бағдарламаларымның авторы бола алмайтынымды мен жақсы білуші едім. Сол себепті алдыма осындай мақсат қойдым. Және тағы бір қайталап айтайын, бұған 7 жылымды жұмсадым. Одан кейін телевизияда бағдарламалар жүргізушісі де және автор ретінде де мен сәтті үйлестіре жұмыс істедім. Танымалдыққа тез ие болдым. Ал 2 жылдан кейін мен бұл жұмыстан жалығып кеттім. Үнемі тікелей эфирлер, тағы бір нәрселер болды. Бұл қызметтің аясы мен үшін тарлау бола бастады. Сондай-ақ өзімді ары қарай дамытқым келді. Шоу-бизнес өте жақсы дами бастады. Ол 10 жылдан бері жақсы дамуда. Жаңа топтар шықты. Және де менің туған әпкемнің маған продюсер болуды ұсынғанын бірінші рет айтып отырғаным жоқ. Бұл өзіме күлкілі естілетін. Сонда ендігі жетпегені менің продюсер болуым еді. Жалпы телевизиядағы жұмысым жақсы, бірақ зеріктіріп жіберді деп жауап бердім. 3 дарынды қызды қанатыңның астына ал деп 3-ші рет ұсыныс түскенде, әпкем бағым сенің қолыңнан келеді деп сендірді. Әпкемді еркелетіп Баголей деп айтам. Баголя, менен қандай продюсер шығады деймін. Әртістердің продюсерлер болатын білмейтін де, түсінбейтін де едім. Білесіз бе, мен продюсердің, әртістің өміріндегі ең басты адам екеніне мән бермейтінмін. Сөйтіп қанша ақша керектігін сұрадым.
Ол 50 мың доллар қажеттігін алға тартты. Осыдан 6 жыл бұрын бұл қомақты қаржы еді. Қазір де аз емес. Және бұл сома мені үркіте алмады. Егер 3 күн ішінде осы ақшаны тапсам, бұл іспен айналсам. Таппасам, кіріспеймін дедім. Бұл ақшаны келесі күн ақ таптым. Алғашқы капиталымды дұрыс жұмсаған сияқтымын. Бұл менің қандай да бір өмірлік тәжірибемнің, мамандығым мен шоу-бизнес саласында таныстарымның болғандығы арқасында шығар. Және Кеш тобының бейне клипінің 2 апталық прокатынан кейін бізге алғашқы тапсырыстар келіп түсті. Міне осылай бәрі сәттілікпен жүзеге асты. Репертуар таңдадық. Содан кейін 2-ші, 3-ші топтар пайда болды. Тапқан ақшамызға біз өзімізге етік, туфли, сөмкелер сатып алмай, бизнесімізді ары қарай дамытуды жөн көрдік. Түскен табысымызды біз қазір өзіңіз тұрған студияға, басқа да істерге, қазір толып жатқан өзге де жобаларға салдық. Айта кететін жайт, бұл мені тоқтатқан жоқ. Одан соң мені қазір тұрақты шығып тұрған жеке журналым қызықтырды. Содан кейін мен телевизиялық жобаларды қолға алдым. Өйткені телевизиямен қош айтысқаным жоқ еді. Қазір аутсорсинг жағдайында мен телевизия үшін үлкен жобалар жасаймын. Және әлбетте кино түсіремін. Затем стало интересно, какие телевизионные проекты, потому что телевидение, в общем-то, не уходило навсегда. Сейчас я по аутсорсингу делаю большие какие-то проекты для телевидения. Және бүгінде Баян, Кеш, Айгүл Иманбаева, Іңкәр, Жанар Дұғалова, Шайын дуэті, Саз әлемі телевизиялық жобасы және Қазақ аруы байқауы сияқты музыкалық жобаларға продюсерлік етеді. Были моменты трудные, когда Әрине қиын сәттер де болды. Көптеген адамдар маған тыйым салып, жұмыстан шығарып, үнімді шығармауымды қалады. Мен персона нон грата болғаным да бар. Ол да бастан өтті. Бірақ бұның барлығына мен еш таңғалғаным жоқ. Өйткені мен мұндай қиындықтарға дайын едім. Мені мектептегі мұғалімдер де жылы қабылдаған жоқ. Қыздармен дос болмадым. Менің кірпіктерім біреулерге ұнамай қалғандықтан, институттан мені 3 рет шығарған болатын. Телевизияда жұмыс істеуге лайық емессің. Сенің деңгейің музыкалық шағын бағдарламалар деген әлдебір журналистер болды. Әйтсе де бұл кедергілерсіз. Арамза адамдарсыз мен мықты бола алмас едім. Мен сол кезде шыдамаған болсам, мен телевизиядан мүлдем кетуге бел байлағанмын. Бірақ бүкіл өмірімнің махаббатын жоққа шығару және жоғалту мүмкін емес. Бұл менікі. Осыдан 2 жыл бұрын Баян Есентаева көпшілікке «Ғашық жүрек» или «Коктейль для звезды» фильмінің 1-ші бөлімін таныстырды. Басты рөлдерге продюсер танымал әнші Мейрамбек Беспаевты және Кеш тобының қатысушысы Мөлдір Әуелбекованы шақырды. Фильм біздің еліміз тарихындағы ең табысты туынды атанды. Ол бір апта ішінде барлық рекордтарға қол жеткізіп, танымал Голливуд картиналарын артта қалдырды. Менің 36 жасқа келген кезім, және қаңтардың 9-ында сондай жайсыздықпен ояндым. Мен барлық жақсылықтар артта қалды деп ойладым. Бәрінің келешегі бар, менде жоқ деген ойлар қинады. Рас айтамын. Камераның алдында микрофонмен тұрған өзімнің жас, әдемі кезімдегі барлық фотосуреттерімді ақтарып қарадым. Бұның бәрі өткенде қалды деп ойладым. Ұзақ уақыт осындай күй кештім. Яғни басыма жаңа бір ешқандай ой келмей ақ қойды. Ең қорқынышысы осы. Ешқандай идея келмесе, мен ауыра бастаймын. Осындай депрессияның барысында кенеттен кино туралы ой келді. Бағым менің жанымда, жолда келе жатқанбыз. Қыс кезі. Ойлап таптым, біз кино түсіреміз дедім. Қолмаған бажырая қарап, қайран қалғандығын жасыра алмады. Жұмысым көп болатын, бірақ мен үшін аз саналатын. Мен жалға бастаған уақыт қызықты емес, өйткені барлығы кезең-кезеңмен өтіп жатты. Ал шығармашылық адамына шабыт керек. Сол сәттері кино түсіру қолымыздан келетіне кәміл сенімді болдым. Себебі идея бірден келді. Сондай-ақ сценарийінде, кейіпкерлерінде көз алдыма елестетіп, ойымда бекітілді. Ал жарты жылдан кейін осы картина үлкен экранға жолдамалды. Және оның табысты болатынына мен бір сәтте күмәнданғаным жоқ. Бұл жобаға көп ақша жұмсалғанын, оның қайтарымы болатынын, тіпті кіріс әкелетінін мен жақсы түсіндім. Бүгінде табысқа қол жеткізу үшін өжет мінез қажет екенін көп адамдар түсінеді. Баян туралы ол жай қаталдық қана танытып қоймайды. Кейбіреулер кейде ол қайырымсыз адам деген пікірлер айтады. Бұл менің образымның ажырамас бөлігі сияқты. Мен бұл пікірлерді жоққа шығармаймын.
Қатаңдық бұл менің мінез құлқым. Бұл жаман емес. Қатаңдық бұл өжет мінез. Менің табиғат сыйлаған осындай мінезім болмаса, кейде одан өзімде зардап шегемін. Ештеңе болмас еді. Өйткені мен әрқашан өз ұстанымдарымды дәлелдеуім қажет болатын. Әрдайым. Менде жақсы да, жаман да, дұрыс та, бұрыс та пікірлерім болды. Бірақ мен өз көзқарасымды, пікірлерімді ешкімнен қорықпай, ашық тура бетке айтатынмын. Мінез құлқым осындай. Мен 5 жасымда итермеңдер мені, маған орын беріңдер деуші едім. 1-ші сыныпта да солай дедім. Маған айғайламаңыз, құқыңыз жоқ деп жайып салатынмын. Арғарайғы өмірімде де ұстанымым осындай болды. Бұл мінез. Және мінез дарын, ақыл сияқты туа бітті қасиет. Және қазір мінезім қатаңдық деген сөзбен сәйкесіп жатса, шынында да менің қатаң адам болғаным. Міне солай. Баян Есентаева 10 жылдан бері Қазақстанның ең әдемі әйелдері тізімінің басында жүр. Елдің барлық дерлік басылымдарының пікірі бірдей. Баян туралы тіпті гламур патшайымы деп атайды. Я точно никогда не жалела о том, что я красивая, да, и симпатичная, там, приятная. Мен ешқашан өзімнің сұлулығым, сүйкімділігім, тартымдылығым туралы өкінген емеспін. Қалай атасаңыз да өзіңіз біліңіз. Бірақ мен бір нәрсені өте ерте түсіндім. Яғни 20 жасымда мен әжімдерге қарсы күресе бастадым. Менде әжім болған емес. Дегенмен, әдемі болып қалуым үшін еңбектену қажеттігін жақсы түсіндім. Маған оны ешкім үйреткен жоқ. Бетке маскалар, маникюр, педикюр жасау керектігін маған ешкім айтқан жоқ. Мен өзім шаш қарнап, майонез, қаймақ, айраннан маскалар жасайтынмын. Ол кезде ештеңе жоқ. Кәдімгі азық түліктерден жасауға тура келетін. Бидайдан, тардан маскалар дайындаушы едім. Сол үшін өзіме ризамын. Бүгінде мен 38-демін. Және мен әлгінге дейін өз-өзіме күтіммен қараймын. Бұл ұдайы түрде таңертең және кешке қарай уақыт бөлетін еңбек. Ал стильдің мағынасы ауқымды. Әркімнің өз стилі бар. Мен ешқашан стилистер мектебіне барған емеспін. Ешкімнен сабақ алғаным жоқ. Талғамың болса, түсті де, фактураны да сезінесің. Жарасатынын, жараспайтынын байқайсың. Наоми Кэмпбелл не кисе, соны қайталау міндетті емес. 6-шы сыныпта оқып жүрген кезімде менің анам папамның шалбарынан белдемше тігіп беретін. Бірақ фасонын өзім ойлап табатынмын. Және бұл әдемі және сәнді көрінетін. Мен сыртқы пішініме әрдайым ерекше көңіл бөлдім. Яғни мен теледидарға түсу қажет қыз екенімді білуші едім. Ал көгілдір жәшікте сенің тартымды болмауыңа құқың жоқ. Ал күн сайын эфирде мені бүкіл бойыммен көрсететін. Мен осыны ақылмен пайдаландым. Мен сол кезде нағыз рахатқа бөлендім. Жасырғаным жоқ. Мен әдемі киімдерді жақсы көремін. Сатып алып киінгенді ұнатамын. Менің сатып алуға мүмкіндігім болды. Киімімнің әрбір жібіне тесіле қарап, сөз қылатынын мен жақсы ұқтым. Сондықтан аянғаным жоқ. Ал гламур патшайымы дегенге келер болсақ, не айтарымды білмеймін. Мені гламурлық деп атауға бола ма екен? Мен жұмысқа джинсымен және футболкамен барамын. Тағы айтарым, өмірде мен мүлдем боянбаймын. Және елеусіз болғанды қалаймын. Яғни, мен міне кепка, көзілдірік, шарф, күртеше киіп аламын. Және маған дүкенге тесіле қарағанды жақтырмаймын. Мен де унитазға арналған жуу құралын сатып аламын. Сонда не сатып алып жатқаныңды жұрттың қарап, әңгіме қылғаны онша жағымды нәрсе емес. Мұндай сәттері кепканы төмен түсіріп алып тезірек тайып тұрғың келеді. Яғни бұл сенің жеке өмірің. Мен де адаммын. Мен де тамақ ішемін, ұйықтаймын. Маған да кейде дүкенге кіріп, дәретханаға арналған қағаз сатып алуым керек. Бірақ оны адамдардың көрмеген дұрыс. Сондықтан да мен ешқашан қағаз сатып алмаймын. Мен үшін бұл табу. Мен оны ешқашан сатып алмайтын болдым. Көбісін Баянның жеке өмірі қызықтырады. Барлығы бұл күн сайынғы ойын сауықтар, шопингтер, саяхаттар деп ойлайды. Сонымен қатар осындай сұлудың айналасында әрдайым әртүрлі еркектер жүреді деп санайды. Және оларды ауыстырып отырады деп ойлауы да мүмкін. Наверное, самый неинтересный вопрос, потому что у меня абсолютно Бұл енді ең қызықты емес сұрақ шығар бәлкім. Өйткені менің жеке өмірім бір қалыпты. Менің бір адаммен отау құрғаныма 17 жыл болды. Одан 2 балам бар. Тек түсінбейтінім неге қыздарымның бір-біріне ұқсамайтындығы. Біреу ақсары, екіншісі қара. Олар әртүрлі.
Мен босанған кезде көздері көгілдір, шашы сары орыс баласына әкеп берді. Мен дәрігерге бұл менің балам еместігін айттым. Бұл менікі емес, орыс әйелдің баласы дедім. Бөлім меңгерушісі қорқып жүгіріп келді. Мені ақымақ қылудың қажетіне, бұған дейін де мен бала таптым ғой дедім оған. Үлкен қызымыз аунымаған өзіміз. Көзі де, шашы да бізге ұқсайды. Ал мынау еуропалық бала. Сөйтіп күйеуіме телефон шалып, қалай түсіндірерімді білмеймін. Мен оған сыбырлап, алло, сәлем, баламызды көрдің бе деп сұрадым. Ол иә дейді. Мен ол қандай деп сұраймын. Ол сондай әппақ дейді. Менің таңғалғаным рас. Жоқ, шынында да, сенің ешқандай кінәң жоқ екен түсінесің, бірақ амал жоқ. Бұл қара бала тапқанмен бірдей. Қалайша? Бірақ кейіннен ерте дүниеден қайтқан күйеуімнің анасы ақсары болғандығы белгілі болды. Сөйтіп көңілім орнына түсті. Сондықтан менің жеке өмірімде бәрі тыныш. Мен сүйікті әйелімін. Жарым мен алақанына салып мәпелеп, шексіз қадірлеп, гүл, конфеттер, әтір сыйлап отыр. Бәрі жақсы. Потом оказалось, что его мама, которая очень давно умерла, ему было 4 года, его мама, оказывается, была очень-очень светлая. Я вот нашла объяснение. Вот, поэтому с моей частной жизнью все в порядке. Я любимая женщина, которую лелеют, обожают, дарят цветы, конфеты, духи и так далее. Все нормально, абсолютно. Таяудан бері музыкалық ортада Баян Есентаеваның продюсерлік компаниясы төңірегінде қалыптасқан жағдай қызу талқылану үстінде. Оның ең алғашқы және ең табысты Cash You деп аталған жобасына сызат түсті деген қауесет шықты. Топ ыдырап, оның құрамынан тіпті ең белгілі қатысушы Мөлдір Әуелбекова шығып кетіпті. Тура «Коктейль для звезды» фильмінің сценарийіндегідей жағдай болып отыр. Және көбісі бұл Баян Есентаеваның кезекті продюсерлік айласы емес пе екен деген күмән келтірді. Если ты сейчас уйдешь, ты уйдешь навсегда. И запомни это! Конечно, ничего просто так не происходит. Но есть понятие лимит, да? Невозможно. Әрине бәрі жайдан жай болмайды. Бірақ лимит деген түсінік бар емес пе? Жасың 30-ға келгенде Girls Band құрамында болу мүмкін емес. Өмірде бір нәрсені өзгерту керек. Ұжым 6 жыл бойы өзгермегендіктен де адам зерігіп кетеді. Жаңа самал, жаңа тыныс қажет. Бизнестің аты бизнес. Сондай-ақ Girls Band бұл жастар, балғын жүздер. Өзара түсініспеушілік тағы бар. Адам түсінуден шаршайды. Қандай да бір тәртіптерге бағынудан жалығады. Жай шаршайды. Бұл адамның үлкен, танымал, жұлдызды екенін де түсінуге болады. Сондықтан бұл адамды қандай да бір тәртіптерге мәжбүрлеп бағындырудың қажеті қанша? Сондықтан мен еркіндік бердім. Бұл еркіндікпен олардың не жасайтынын уақыт көрсете жатар. Дальше следовать каким-то правилам. Пожалуйста, я дала свободу. Что они будут делать с этой свободой, покажет время. Екінші рет біз ел арнамен бірлесіп, Қазақ Ару республикалық сұлулық байқауын өткіздік. Дәл қазір сіздер түнгі клубтан оны тамашалап отырсыздар. Онда комиссия жиналған. Бұл қыздардың барлығы ару атанғысы келеді. Шындығында олар арулар. Бірақ бәрінің мүмкіндігі бірдей емес. Себебі біздің елдің түкпір-түкпірінен жиналған қыздар өз аумағын таныстырады. Және тек бір ғана қыз бас жүлденің иегері атанады. Ол 1 жыл бойына тележүргізуші болады. Сонымен қатар біз оның басына алтын тәжіні кигіземіз. Мен қазір басымды соқпаған жерім жоқ деп айта алмаймын. Ал ойланып қарасаң, атқарылған жұмыс аз емес. Міне осыны басымды соқпаған жерім жоқ деп айтуға болады. Өйткені ашылмаған есіктер болды. Ал қазір мен келгенде есіктер айқара ашылады. Бұл менің көп жылғы жұмысымның нәтижесі. Әйтсе де осының өзі маған аз. Бәрі әлі алда сияқты көрінеді. Азбука любви, вся стара, как мир, сотни лет, говорят, это люди не зря. Только знаю я, азбука любви,
Менде жақсы да, жаман да, дұрыс та, бұрыс та пікірлерім болды. Бірақ мен өз көзқарасымды, пікірлерімді ешкімнен қорықпай, ашық тура бетке айтатынмын. Мінез құлқым осындай. Мен 5 жасымда итермеңдер мені, маған орын беріңдер деуші едім. 1-ші сыныпта да солай дедім. Маған айғайламаңыз, құқыңыз жоқ деп жайып салатынмын. Арғарайғы өмірімде де ұстанымым осындай болды. Бұл мінез. Және мінез дарын, ақыл сияқты туа бітті қасиет. Және қазір мінезім қатаңдық деген сөзбен сәйкесіп жатса, шынында да менің қатаң адам болғаным. Міне солай. Баян Есентаева 10 жылдан бері Қазақстанның ең әдемі әйелдері тізімінің басында жүр. Елдің барлық дерлік басылымдарының пікірі бірдей. Баян туралы тіпті гламур патшайымы деп атайды. Я точно никогда не жалела о том, что я красивая, да, и симпатичная, там, приятная. Мен ешқашан өзімнің сұлулығым, сүйкімділігім, тартымдылығым туралы өкінген емеспін. Қалай атасаңыз да өзіңіз біліңіз. Бірақ мен бір нәрсені өте ерте түсіндім. Яғни 20 жасымда мен әжімдерге қарсы күресе бастадым. Менде әжім болған емес. Дегенмен, әдемі болып қалуым үшін еңбектену қажеттігін жақсы түсіндім. Маған оны ешкім үйреткен жоқ. Бетке маскалар, маникюр, педикюр жасау керектігін маған ешкім айтқан жоқ. Мен өзім шаш қарнап, майонез, қаймақ, айраннан маскалар жасайтынмын. Ол кезде ештеңе жоқ. Кәдімгі азық түліктерден жасауға тура келетін. Бидайдан, тардан маскалар дайындаушы едім. Сол үшін өзіме ризамын. Бүгінде мен 38-демін. Және мен әлгінге дейін өз-өзіме күтіммен қараймын. Бұл ұдайы түрде таңертең және кешке қарай уақыт бөлетін еңбек. Ал стильдің мағынасы ауқымды. Әркімнің өз стилі бар. Мен ешқашан стилистер мектебіне барған емеспін. Ешкімнен сабақ алғаным жоқ. Талғамың болса, түсті де, фактураны да сезінесің. Жарасатынын, жараспайтынын байқайсың. Наоми Кэмпбелл не кисе, соны қайталау міндетті емес. 6-шы сыныпта оқып жүрген кезімде менің анам папамның шалбарынан белдемше тігіп беретін. Бірақ фасонын өзім ойлап табатынмын. Және бұл әдемі және сәнді көрінетін. Мен сыртқы пішініме әрдайым ерекше көңіл бөлдім. Яғни мен теледидарға түсу қажет қыз екенімді білуші едім. Баян Есентаева көпшілікке «Ғашық жүрек» или «Коктейль для звезды» фильмінің 1-ші бөлімін таныстырды. Басты рөлдерге продюсер танымал әнші Мейрамбек Беспаевты және Кеш тобының қатысушысы Мөлдір Әуелбекованы шақырды. Фильм біздің еліміз тарихындағы ең табысты туынды атанды. Ол бір апта ішінде барлық рекордтарға қол жеткізіп, танымал Голливуд картиналарын артта қалдырды. Менің 36 жасқа келген кезім, және қаңтардың 9-ында сондай жайсыздықпен ояндым. Мен барлық жақсылықтар артта қалды деп ойладым. Бәрінің келешегі бар, менде жоқ деген ойлар қинады. Рас айтамын. Камераның алдында микрофонмен тұрған өзімнің жас, әдемі кезімдегі барлық фотосуреттерімді ақтарып қарадым. Бұның бәрі өткенде қалды деп ойладым. Ұзақ уақыт осындай күй кештім. Яғни басыма жаңа бір ешқандай ой келмей-ақ қойды. Ең қорқынышысы осы. Ешқандай идея келмесе, мен ауыра бастаймын. Осындай депрессияның барысында кенеттен кино туралы ой келді. Бағым менің жанымда, жолда келе жатқанбыз. Қыс кезі. Ойлап таптым, біз кино түсіреміз дедім. Қолмаған бажырая қарап, қайран қалғандығын жасыра алмады. Жұмысым көп болатын, бірақ мен үшін аз саналатын. Мен жалға бастаған уақыт қызықты емес, өйткені барлығы кезең-кезеңмен өтіп жатты. Ал шығармашылық адамына шабыт керек. Сол сәттері кино түсіру қолымыздан келетіне кәміл сенімді болдым. Себебі идея бірден келді. Сондай-ақ сценарийінде, кейіпкерлерінде көз алдыма елестетіп, ойымда бекітілді. Ал жарты жылдан кейін осы картина үлкен экранға жолдамалды. Және оның табысты болатынына мен бір сәтте күмәнданғаным жоқ. Бұл жобаға көп ақша жұмсалғанын, оның қайтарымы болатынын, тіпті кіріс әкелетінін мен жақсы түсіндім. Бүгінде табысқа қол жеткізу үшін өжет мінез қажет екенін көп адамдар түсінеді. Баян туралы ол жай қаталдық қана танытып қоймайды. Кейбіреулер кейде ол қайырымсыз адам деген пікірлер айтады. Бұл менің образымның ажырамас бөлігі сияқты. Мен бұл пікірлерді жоққа шығармаймын. Қатаңдық бұл менің мінез құлқым. Бұл жаман емес.
Қатаңдық бұл өжет мінез. Это неплохой Менің табиғат сыйлаған осындай мінезім болмаса, кейде одан өзімде зардап шегемін. Ештеңе болмас еді. Өйткені мен әрқашан өз ұстанымдарымды дәлелдеуім қажет болатын. Әрдайым. Пайдаға асырған сәттерім де болды. Сондай-ақ мен әрқашан тереңнен ойланатын адам болдым. Жалпы тез жалығып кететін сәттер болады. Жұмыс істейсің, бір нәрсемен айналысасың, бірақ діттеген нәрсеңе жылдам қол жеткізесің. Бәлкім табиғи қабілеттерім шығар. Мүмкін ептілік болар, білмеймін. Бірақ бір жерде ұзақ жұмыс істеген емеспін. Тек жаңалықтар болмаса, аталған салада 7 жыл жұмыс істедім. Бұл маған керек болды. Журналист және редактор болып жұмыс істеу үшін маған көп үйрену қажеттігін мен өте жақсы түсіндім. Ақыр соңында, тура 7 жылдан кейін мен бұл мамандықты толықтай игергенімді білдім. Жаза білемін, микрофонмен жұмыс істей аламын, сұрақтар қоюды үйреніп, журналистиканың басқа да қыр-сырына қанық болдым. Бұл мамандықты игерудегі ең ұзақ сапарым еді. Сонда өз-өзіме, енді Баян, сен есейдің, өзіңнің авторлық бағдарламаңды ашуың керек дедім. Кәсіп негізін үйренбей, жеке бағдарламаларымның авторы бола алмайтынымды мен жақсы білуші едім. Сол себепті алдыма осындай мақсат қойдым. Және тағы бір қайталап айтайын, бұған 7 жылымды жұмсадым. Одан кейін телевизияда бағдарламалар жүргізушісі де және автор ретінде де мен сәтті үйлестіре жұмыс істедім. Танымалдыққа тез ие болдым. Ал 2 жылдан кейін мен бұл жұмыстан жалығып кеттім. Үнемі тікелей эфирлер, тағы бір нәрселер болды. Бұл қызметтің аясы мен үшін тарлау бола бастады. Сондай-ақ өзімді ары қарай дамытқым келді. Шоу-бизнес өте жақсы дами бастады. Ол 10 жылдан бері жақсы дамуда. Жаңа топтар шықты. Және де менің туған әпкемнің маған продюсер болуды ұсынғанын бірінші рет айтып отырғаным жоқ. Бұл өзіме күлкілі естілетін. Сонда ендігі жетпегені менің продюсер болуым еді. Жалпы телевизиядағы жұмысым жақсы, бірақ зеріктіріп жіберді деп жауап бердім. 3 дарынды қызды қанатыңның астына ал деп 3-ші рет ұсыныс түскенде, әпкем бағым сенің қолыңнан келеді деп сендірді. Әпкемді еркелетіп Баголей деп айтам. Баголя, менен қандай продюсер шығады деймін. Әртістердің продюсерлер болатын білмейтін де, түсінбейтін де едім. Білесіз бе, мен продюсердің, әртістің өміріндегі ең басты адам екеніне мән бермейтінмін. Сөйтіп қанша ақша керектігін сұрадым. Ол $50,000 қажеттігін алға тартты. Біреулер үшін ол сүйікті актриса, екіншілер оны қызықты әнші ретінде біледі, үшінші біреулер оны тамаша жүргізуші деп санайды. Ал әлдекімге оның ұйымдастырушылық қабілеттері ұнайды, және сондықтан да оны Қазақстандағы ең дарынды продюсер ретінде жақсы көреді. Ал тағы біреу жай ғана әдемі және стильді әйелге қайран қалып, ұқсап бағуға тырысады. Бірақ бір нәрсе анық. Қазақстанда жөргектегі сәбиден басқасының барлығы оны біледі. Өйткені ол атақты жұлдыз Баян Есентаева. Сонымен Баян Есентаева кім? Не себептен оны мега жұлдыз деп атайды? Неге ол қаншама жылдардан бері үлкен танымалдыққа ие? Жалпы ол өзін-өзі кім деп санайды? Шындығында бұл қызықты сұрақ. Мен өзімді кім деп санайтыным туралы ойланбаймын. Бұл сындарлы амбициялар бар шығармашылық адам үшін қалыпты жағдай шығар бәлкім. Ең алғашқыда бала кезімде мен әртіс боламын деп ойлайтынмын. Театр, кино, әлде телевизия әртісіме маған бәрібір болатын. Жете мән берген емеспін. Жай әртіс атансам болғаны. Және арманым орындалды. Әуелі мен өзімді әншім деп мұрын шүйретін едім. Қазір бұл күлкілі көрінеді. Өйткені менің әншілік қабілетім төмен. Және бұны бірден түсіндім. Одан кейін өз күшімді кинода, содан соң телевизияда байқап көрдім. Я понимала, что у меня есть
менің әлеуетім мол екенін түсінетінмін. Өзімді ешқашан дарынсыз, ақымақ және басқалай санаған емеспін. Бойымда қабілеттерім бар екенін мен жақсы білдім. Мен адамдармен оңай тіл тапсып, сахнаға шығудан жасқанған емеспін. Менде қандай да бір қиындықтар, комплекстер болған емес. Әрқашан ән салып би билейтінмін. Міне сондықтан да 18 жасымда мен басты рөлге тағайындалғаныма еш таңғалғаным жоқ. Себебі мен бір кездері осылай болатынын білгенмін. Оның үстіне сыртқы келбетімге тартымды. Мен ақымақ емеспін ғой. Мен мұны жақсы түсініп, осыдан 6 жыл бұрын бұл қомақты қаржы еді. Қазір де аз емес. Және бұл сома мені үркіте алмады. Егер 3 күн ішінде осы ақшаны тапсам, бұл іспен айналсам. Таппасам, кіріспеймін дедім. Бұл ақшаны келесі күн ақ таптым. Алғашқы капиталымды дұрыс жұмсаған сияқтымын. Бұл менің қандай да бір өмірлік тәжірибемнің, мамандығым мен шоу-бизнес саласында таныстарымның болғандығы арқасында шығар. Және Кеш Ю тобының бейне клипінің 2 апталық прокатынан кейін бізге алғашқы тапсырыстар келіп түсті. Міне осылай бәрі сәттілікпен жүзеге асты. Репертуар таңдадық. Содан кейін 2-ші, 3-ші топтар пайда болды. Тапқан ақшамызға біз өзімізге етік, туфли, сөмкелер сатып алмай, бизнесімізді ары қарай дамытуды жөн көрдік. Түскен табысымызды біз қазір өзіңіз тұрған студияға, басқа да істерге, қазір толып жатқан өзге де жобаларға салдық. Айта кететін жайт, бұл мені тоқтатқан жоқ. Одан соң мені қазір тұрақты шығып тұрған жеке журналым қызықтырды. Содан кейін мен телевизиялық жобаларды қолға алдым. Өйткені телевизиямен қош айтысқаным жоқ еді. Қазір аутсорсинг жағдайында мен телевизия үшін үлкен жобалар жасаймын. Және әлбетте кино түсіремін. Затем стало интересно, какие телевизионные проекты, потому что телевидение, в общем-то, не уходило навсегда. Сейчас я по аутсорсингу делаю большие какие-то проекты для телевидения. Және бүгінде Баян, Кеш Ю, Айгүл Иманбаева, Іңкәр, Жанар Дұғалова, Шайын дуэті, Саз әлемі телевизиялық жобасы және Қазақ аруы байқауы сияқты музыкалық жобаларға продюсерлік етеді. Были моменты трудные, когда Әрине қиын сәттер де болды. Көптеген адамдар маған тыйым салып, жұмыстан шығарып, үнімді шығармауымды қалады. Мен персона нон грата болғаным да бар. Ол да бастан өтті. Бірақ бұның барлығына мен еш таңғалғаным жоқ. Өйткені мен мұндай қиындықтарға дайын едім. Мені мектептегі мұғалімдер де жылы қабылдаған жоқ. Қыздармен дос болмадым. Менің кірпіктерім біреулерге ұнамай қалғандықтан институттан мені 3 рет шығарған болатын. Телевизияда жұмыс істеуге лайық емессің. Сенің деңгейің музыкалық шағын бағдарламалар деген әлде бір журналистер болды. Әйтсе де бұл кедергілерсіз. Арамза адамдарсыз мен мықты бола алмас едім. Мен сол кезде шыдамаған болсам, мен телевизиядан мүлдем кетуге бел байлағанмын. Бірақ бүкіл өмірімнің махаббатын жоққа шығару және жоғалту мүмкін емес. Бұл менікі. Осыдан 2 жыл бұрын